Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Менің есімім Мақтан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай оп-оңай болып дайындалатын, табада жасалатын құймақты торттың рецептісімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Достар, менің инста парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді жұмыртқалы массамызға сүтімізді құямыз. 10 какао қобыздықшымызды електен өткізіп, бірнеше бөлікпен бөліп саламыз. Сұйық майымызды құямыз, менде күнбағыс майы. Консистенциясы осылай болу керек. Ал енді қызып тұрған құрғақ табамызда кәдімгі блинчик пісірген сияқты, құймақ пісірген сияқты пісіреміз. Толықтай суытамыз. Суыту ол міндетті түрде. Ал енді тортымызды жинап бастаймыз. Мен сметана крем қолдандым. Сметана кремнен жасалу жолы оп-оңай. Жай ғана 20% қаймаққа бірнеше ас қасық қант ұнтағымызды салып, жақсылап араластырып алсақ болды. Тортымызды өз қалауымша сендеміз. Мен теркадан шоколадты алып, осылай үккіштен өткіздім. Осылай бетіне сеуіп шықтым. Тоңазытқышқа 2-3 сағатқа жібереміз. Сіздермен болған ақнар. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.